бір ауылға бір данышпан қария келіп, сол жерде тұрақтап қалып кетті. Ол балаларды жақсы көреді, және олармен көп уақытын өткізгенді жақсы көреді. Оларға сыйлық бергенді ұнатады. Бірақ өте нәзік ойыншықтар береді. Балалар қаншалықты ұқыпты болуға тырысқанмен, олардың жаңа ойыншықтары сынып қала береді. Оған көңілдері түсіп, қатты жылайды. Біраз уақыт өткеннен кейін данышпан тағы да ойыншық сыйлайды. Бірақ одан да нәзігін сыйлайды. Бір күні әке-шешелері шыдамай кетті. Данышпанға келді. Сіз данасыз, балаларымызға тек жақсылық тілейсіз. Бірақ оларға мұндай нәзік ойыншықтар неге бересіз? Сындырып алмайын деп қаншалықты тырысқанмен сынып қалады, сосын ренжиді, сосын жылайды. Берген ойыншықтарыңыз сондай әдемі, олармен ойнамау мүмкін емес дейді. Арада біраз уақыт өтеді, деп күлді қария. Оларға біреу жүрегін сыйлайды. Мүмкін бұл қылығым оларға осы баға жетпес сыйлықпен бір шама мұқият болуды үйрететін шығар, деген екен.